Қайырлы күн достар. Бүгін біз орам жапырақтан жасалатын солянка деген қысқа арналған салат жабамыз. Өте дәмді және өте оңай жасалатын салат. Бізге қажет ингредиенттер: қызанақ, орам жапырақ, пияз, лавр жапырағы, шимекі май, қант, тұз, сәбіз, тәтті бұрыш және 70% уксус. Бұрыш қанша килограмм керектігі төменде описаниеда жазылған. Бірінші қызанағымызды тураймыз. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша турап аламыз. Видеоны соңына дейін қарап, менің каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп кетіңіз. Орам жапырағымызды тураймыз. Оны да өзіңіздің қалауыңызша турап аласыз. 4 бұрышты қылып мен турадым. Осылай турап аламыз. Сортына қарамаймыз. Қандай сорт болса да орам жапырақты пайдалана беруге болады. Тәтті бұрышымызды да өзіңіздің қалауыңыз бойынша турауға болады. Соломка жасап турауға болады, немесе 4 бұрышты қылып турауға болады. Тәтті бұрышты да қызыл түрінде, жасыл түрінде қолдануға болады. Қандай түрі бар өзіңізде, сол бойынша қолдануға болады. Осылай турап аламыз бәрін. Содан кейін пиязымызды тураймыз. Пиязымызды да осылай тураймыз. Бәрін турап бір кастрюльге бірден салуға болады. Мен видео түсінікті болу үшін бәрін бір-бірден турап көрсеттім. Келесі турайтын сәбізімізді тураймыз. Сәбізімізді де соломка ретінде турауға болады. Осылай турап аламыз соломка ретінде. Міне, бәрін дайындап турап алдым. Енді үлкендеу кастрюль алып, соның ішіне бәрін бірінен соң бірін саламыз. Бірінші пияз қуырып олай керек емес. Бәрін саламыз. Пиязды да, қызанақты, орам жапырақты. Ыдысымыз үлкен болған жақсы. Себебі орам жапырағымыз, туралған орам жапырағымыз молынан тұрады. Бірақ піскеннен кейін орам жапырақ отырады. Содан кейін тұзымызды, қантымызды, лавр жапырағын, шимекі майымызды, бұршақ қара бұрышымызды саламыз. Және 70% уксусымыздан 1 ас қасық уксус құямыз. Осының бәрін бір кастрюльге салып алғаннан кейін отымыздың астын жағып 1 сағатқа қайнатамыз. 1 сағатқа қайнатамыз. Қақпағын жауып қайнатамыз. Арасында ашып осылай былғап тұрамыз. Міне, орам жапырағымыз басылды. Енді ары қарай қайнатамыз. Қақпағын жауып қайнатамыз. Оған дейін піскенше банкымызды стерильдейміз. Кейбіреулері стерильдемейді, мен стерильдеймін. Міне, дайын болды салатымыз. Осыны стерильденген банкілерге саламыз. Видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, менің каналыма тіркеліп кетейік. Қазақша каналдарды қолдап жіберейік, достар. Осылай жауып, қақпағын жабамыз. Ешқандай қиындығы жоқ, қысқы салатымыз дайын болды. Содан кейін мынандай автомат кілтпен, немесе жартылай автомат кілт болады, жабамыз банкымызды. Немесе бұрандалы қақпақ болса, оны бұрап жабамыз. Жапқаннан кейін міндетті түрде осылай шайқап тексереміз. Ештеңе тамып тұрмау керек. Бәрін осылай жауып аламыз да шүберегімізді төсеп,
жапқан банкілерімізді қойып мұқият үстін жабамыз. Бір күн жауып қоямыз шүберекпен. Міне, дайын болды. Достар, қыста жеуге салатты жасап көріңіз. Өте дәмді және тез жасалатын салатымыз дайын. Рахмет.